Мен негізі мүлдем ауа райына қарамайтын адаммын. Кеше ұйқы алдында киімді дайындаған кезде ақ киімдер дайындап қойған едім. Таңертең тұрсам, ауа райы деген мүлдем басқаша. Бірақ соған қарамасам, жоспарыма сай жүрем деп аппақ болып шықтым. Ал қараңыздар, қандай күшті аппақ болып тұрмын. Мына жилетка вообще топчик. По идее, это тройка негізінде. Жеңгем екеумізде бірдей, бірақ жеңгем басқа түсін сатып алды, менде осы ақ түсі. Енді бірдей болып жүреміз көктемде. Өте күшті. Негізі жылы, тоңған жоқпын мүлдем. Ауа райы әйтпесе 3-4 градусында ғой қазір. Өйткені мына жилеткасы өте жылы. Капюшон, мына жерде замок. Ақ түс — это самый лучший түс. Күшті, е? Көзім тоймай тұр өзімнің. Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Жалпы жағдайларыңыз жақсы ма? Мына жақта кәдімгі тиктокер. Қалайсыңдар? Күшті. Қиял. Күнгі күндеріңіз сәт. Достар, кеше Астанадан гүл алғанбыз. Ойбай, көтере алмай жатыр. Шу болып кетті. Қалайсың? Маған берген көре алмай жатыр десің. Жіберсі. Қоя салшы. Тағы да жіберіңіздер, Алла береді. Берсең Алла береді. Қайырлы күн достар, қалаңыз қалай? Бүгін эфирге келдім. Эфир көріңіздер. Сағынып эфирдегі қатысушыларды, эфирді редакциядан сағынып қалдым. 2 күн бұрын. Ал бізде ертең той, құдай қаласа. Ай, көктем келді деген қайда кетіп қалды? Туф. Қайырлы таң, ассалаумағалейкум достар. Не болып кетті мынау? Адам сезіммен ойнады ғой погода. Мүмкін мен соңғы қар шығар достар, ұстап қалыңыздар. Біз бәлкім тағдыр үшін күресуге кішкентаймыз. Таңертеңнен көңіл-күй керемет, Аллаға шүкір, себебі ұйқы қанды. Ұйқының адам өмірінде орны ерекше ғой енді. Ұйқың қанды душы жүресің, бодрый болып. Ұйқыларыңыз қанып жүрсін. До конца обедке дейін ұйықтау жоғынан, бірақ. Ал сәтті күн болсын барлықтарыңызға. Аман болыңыздар, ең бастысы ауырмаңыздар. Қайырлы таң, ассалаумағалейкум достар. Менің туған күнім емес, білмеймін, бірақ неге екенін барлығыңыз туған күніне құттықтап жатсыздар. Неғып асығыссыздар, бір жаққа кетіп бара жатсыздар ма? Әлі бар уақыт, иншалла. Рахмет, бірақ соңында да үлкен рахмет. Но білмейді екенсіздер әлі мен туған күнім қашан екенін. Қашан мен туған күнім? Сәлем достар, қалайсыздар? Бізде дайындық болып жатыр, дайындалып жатырмыз. Да, Молядан? Кстати, Моля екеуміздің скоро видеомыз шығады, көріңіздер. Бірақ ұрыспаңыздар, я жай ғана әзіл. Бір тиктокты көріп қалғанбыз, соны қайталап түсірген түріміз ғой. Қайырлы таң достар, қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Істеп жатырсыздар. Кеше көп сторис болмапты. Бүгін де сондай болып қалады деген ойда болып тұрмын жата. Бәрі жақсы болсын. Ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Бүгін қар жауып кетті, жылы киініп жүріңіздер. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Ассалаумағалейкум ағайын бауырлар, қалайсыздар? Қайырлы күн. Алматыны енді айта алмаймын мен. Бүгін көңіл күйден андай ауа райға қарсы көздесіп кетті. Қарды. Алматыда қар. Сәттілік достар бүгін күнге. Қайырлы күндеріңіз сәтті өтсін. Мен күнім тағы сол больницамен өтейін деп тұр. Қазір Шымкентке больницаға қарауға кетіп бара жатырмын. Ауырмаңыздар, шүкірсін. Достар, кеше Мұса менің полкымды айтқан екен, шашылып жатыр деп. Санжар ғой. Сол полкымды жинақ қойдым. Сіздер маған кеше әбден жазыптар, мен аяқ киімдерімді реттеп қойдым. Кстати, маған бірақ аяқ киімім бар деп айтқан адамдарға міне аяқ киім түріп просто мен сол туфлимді жақсы көргендікке соны ғана кием. Үйде де талайы бар. Мына жаққа алып келген талай. Сол полкым таза. Достар, бүгін менің туған күнім емес, ой пәләй. Мына жұртым тойлап жатыр, уже ой пәләй. Мен туған күнім осы айда, бірақ бүгін емес достар. Құттықтауларыңызға рахмет, Алла разы болсын. Мынау кішкене шыдаңыздар. Достар, қалайсыздар? Күндеріңіз сәтті өтсін бүгінгі. Мен деген магазинге бара жатырмын. Короче,
Последний посттағы суретімді барлықтарыңыз жазып отыр. Кесір Мұсаға жабысып деп жабысқан дымым жоқ. Мен просто өзім жатқанмын. Сол жаққа келіп Мұса отырды. Ешқандай жаман негатив жазудың қажеті жоқ. Бір болмашы дүниеден керемет бір әңгіме қылып жазатындарыңызға таң қаламшы негізі. Ауыз өзімдікі деп не болса соны жазудың қажеті жоқ. Кішкене әр жазған сөздеріңізді ойланып, ойларыңызды түйіндеп барып жазсаңыздар деп ойлаймын. Ешкімге мені қосудың қажеті жоқ. Ол жерде мен жатсам, мен арырақ жатыр, Мұса берірек отыр. Кішкене сана сезімдеріңіз төмен екеніне мен налимын да, кішкене. Достар, мен бүгінгі стилім осындай. Костюм алдым. Парақшаны белгілі кетем. Осы жерден көрсеңіздер болады. Выбор өте көп. Саламатсыз ба? Иә, достар, біз дайындықтамыз және де Әсел ханым, ара жатқан актері Айгүл ханым, сосын Альбина және де Ержан. Солай. Мен шашқа отырдым, мен деген шашында келеме Аян ханым сөйтпеледі. Және де мен маскамыз бар. Шыдайды, шыдатағы шыдамдыны бұл өмір ұнатады. Қайырлы күн, құрметті достар, барлықтарыңызға сәтті күн болсын, бүгінгі күндеріңіз жемісті болсын. Диана бізде дайындалып жатыр. Мына жақта Саида ханым, Ната ханым. Ауа райы ұйқыға шақыратын, үйде отыратын болып тұр. Қосылақ көретіндей болып тұр. 14:30-да жібере алмаңыздар. Бүгін 17:00 емес, 14:30-да бірге боламыз. 14:30-дан 18:30-ға дейін біргеміз Диана ханыммен. Я кеше бір жарым сағатта төкісте бір көрмедік қой. Деген кезде көрмедік қой. Айтпа. Зато рекламасы болды. Иә, сол бір. Стифики, қалайсыңдар? Қайырлы күн. Негізінде бүгін уже 11 наурыз, бірақтан далада әлі де бүгін Алматы қаласында қар жауып жатыр. Ал сіздердің қалаларыңызда ауа райы қандай? Достар, қараңыздар, бүгін мен образымды Сеймо болып тұрмын мен бүгін. Күшті болып тұр. Маған прическамда барлық осы образымды дополнять етіп тұрған. Менде Lady Collection'ның аксессуарлары, мынандай керемет алқа. Сырғамды қарасаңыздар, шыққанда керемет. Және мынандай білезіктерім. Lady Collection. Это моя любовь. Потому что любой образды можно дополнить аксессуарами. Сол сіздерге сәтті күн тілеймін. Күндеріңіз сәтті болсын. Күн, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін қараңыздар, Рома сен кішкене қарның шыққан бұл қалай? Көріп тұр ма не? Көп тамашық қоғамыз. Иә, көп тамашық қоғамыз. Болашақтан үйленуге дайындалып жатыр ғой енді, иә? Былай қарны шығады, шықпара ойлашы. Саған жарасады екен негізі толған, Рома? Иә. Сзади. Пусть от моего сердца? Артыңда ма? Қалайсың, көйлегің әдемі екен? Мұсамен таныстық қалай жалғасып жатыр, Агата? Бүгін 14:00-де білетін болады. 14:30-да. 14:30-да Еуразия бірінші арнасын жер алмай көріңіздер. Агата күшті, көйлекпен, күшті түрмен. Салтажан, қалың қалай? Жақсы, керемет. Көңіл күйің қалай? Күшті. Бәрі погода жаман деп жатсың маған, погода ұнады. Ой, сіз мықтысыз ғой, Салта ханым, туф. Сізге? Қармен істегер рахаттанып алып. Все, соғылай көремін деді қазір. Мәссаған. Дұрыс па? Ау, не ішіп ақыл жей? Соға. Ақыл көй. Санжар, қалайсың? Кофтам күшті екен. Жақсы, өзің қалайсың? Көңіл күйің қалай? Біздің Санжарға үміткер болып келіңіздер, құрметті достар. 877-225-2922 нөміріне хабарласыңыздар, сіздерді күтеміз. Иә, 14:30-да Еуразия бірінші арнасында қосылып көріңіздер. Не өзінше боласың, Санжар? Көңіл күйім бар. Неге? Жүрегім ауыр. Не үшін? Ақтөре, Жан Ақтөре, қалайсың? Ассалаумағалейкум. Қалың қалай? Жақсы, бірақ шаршап тұрмын. Неге? Ауа райы үшін ба? Иә. Ауа райы. Азанда тұрсам, кәдімгі көңіл настроение бала қарсам қарға суық. Кеше сөйтіп Альбинан бір көтеріп алмадың ба? Настроениең көтеріліп қалатын еді, ә? Альбинан бүгін настроение жоғалған жоқ. Тиіспей ақ қойыншы дедің ба? Живи дедің ба? Біздің Роза ханым, көйлегіңіз өте әдемі екен. Күшті болып тұр, әдемі жарасып тұр. Рахмет сізге. Не айтасыз? Үміткер болып келіңіздер біздің Роза ханымға.
Еуразия бірінші арнасына, Қосылақ жобасына 877-225-2922 нөміріне хабарласыңыздар, сіздерді күтеміз. Моля, қалайсың? Жақсы. Үміткер бар, бірақ жан-жақтан гүлдер келіп жатыр. Оны қабылдаймыз. Көңіл күйіңіз жақсы ма? Лёк, қалыңыз қалай? Менде бәрі жақсы, мен костюм киіп алдым күшті. Қараңыз. Оны айтқызым. Үміткер күтемін. Мені жарнамалаңызшы, пожалуйста. Біздің Әселекке үміткер болып келіңіздер. Біздің жобамыздың ең тәтті қатысушысы. 877-225-2922 нөміріне хабарласыңыздар, келіңіздер, Әселекпен танысыңыздар. Мына жақта Ержан бар. Ержан, қалайсың? Жақсы өзім. Көңіл күйің қалай? Керемет болып тұр. Бүгін маған үміткер келуі мүмкін дейді. Үміткер келсін, күтеміз. Мына жақта бізде Ағлан, біздің красавчик, біздің қатысушымыз. Үміткері деген. Негізі көп көрмейміз, осы жерде отыратыны, дайындалған кезде. Человек не только слово, но и дело деп мақтап қояқ. Біздің Ағланның үміткері бар, таныстықтары қалай жалғасады екен. Бүгін сағат 14:30-да көреміз. Мощный, сочный, точный. Потому что қожа ғой деп қоймасаң, я. Альбина жан, қалайсың? Көңіл күйің жоқ, көріп тұрмын. Ақтөреде айтты, бүгін көңіл күй жоқ, сол үшін тиіспей қойын деп шештім деді. Прикинь, солай айтты. Ақтөре кетті. Ерасыл үлкен кісі сияқты болып кетіпсің ғой, тойға баратын, андайшы. Шашыңды солай жасап берген ба? Ужас, сақалың. Пока. Маржан ханның бір басты проблемасы бар, ол сурет таңдау, суретке түсу. Басқа не қызықтырады сізді, Маржан ханым? Сіз әдемі, сіз сұлу, сіз фигураңыз күшті. Сізге не ұнайды? Маған не керек? Не ұнайды? Маған не ұнайды? Маған осы өмір ұнайды. Күнделікті көзімді ашып оянғаным ұнайды. Аман есен аяқ-қолым барлығы ұнайды. Тамағым бәріне.